Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі мынау онлайн форматында өтетін біздің мынау семинарымызға қош келдіңіздер деп айтамын. Бұл білесіздер қандай мақсатта ұйымдастырылып отырғаны, себебі аттестация талаптарына қарай, яғни педагогтарды аттестаттау шартының ерекшелігіне байланысты 25 ақпандағы 32 бұйрық бойынша педагог зерттеушілеріміз өздерінің авторлық жұмыстарын міндетті түрде трансляциялау керек болатын, яғни тәжірибе алмасу керек болатын. Сондықтан бүгін бізде 78-ші мамандандырылған лицейдің мұғалімдері, яғни педагог зерттеушілері бірігіп бүгін бірнеше мұғалім өздерінің тәжірибесімен сіздерге бөліседі. Сондықтан әр кісіге регламент 3 минуттан беріледі. Сол кісілерге сөз кезегін береміз. Ол кісілер бүгін ортамызда қатысып отырған бүгін Алатау аудандық білім бөлімінің маманы Нақысбеков Дархан Сатылғанұлы, одан кейін лицей директоры Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы. Олай болса, бірінші авторлық бағдарламасын ұсынатын математика пәні мұғалімі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовна, одан кейін Жайна Аманжол математика пәні мұғалімі, Нұрбекова Ара Сейсенова математика пәні мұғалімі, Өкпебаева Салтанат Каджимуратовна математика пәні мұғалімі, Шалқарова Балжан Өмірбек қызы математика пәні мұғалімі, Байтилиева Гүлнар Ашимовна информатика пәні мұғалімі, Бейсенбекова Ләйлім Калиевна информатика пәні мұғалімі, Молдахмет Нұрлан Төлебайұлы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сіздермен өз тәжірибесін бөліседі. Сөз кезегі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовнаға беріледі. Құрметті әріптестер, менің авторлық бағдарламамның тақырыбы туынды жаратылыста пәндерінде. Жалпы бұны жазу себебім систем бағытында алып отырмын. Себебі соңғы кездерде математиканы жаңағы пиза тапсырсақ та өмірмен байланыстыруымыз қажет. Сондықтан осы тақырып именно осы тарау математикада осы тарау басқа пәндермен ұштастыру өте тиімді болғандықтан осы тақырыпты алып отырмын. Жалпы осы курстың мақсаты оқушылардың зерттеу жүргізу арқылы математикалық сауаттылықтарға байланысты есептер қарастырады. Басқа пәндермен пәнаралық байланысты зерттеу барысында кіріктіру арқылы өтуге болатын тақырыптарды көрсете отырып ұсынылады. Біртұтас білім қағидасын дамытады, математикалық есептер мен пайымдаудың әдемілігін көрсетеді. Жалпы курстың міндеті дәстүрлі емес ойлау қабілетін дамыту, математикалық есептеулер мен пайымдаудың кең ауқымды экономикалық есептерді шешу, математикалық талдау әдістерін қолдану бірнеше мысалын көрсету. Мектеп математика курсының бұрыннан оқытылатын материалдарын қайталап, үйреніп есептер шешудің негізгі тәсілдерін меңгеру. Қойылған есептерді шешу және талдау дағдыларын меңгеру. Курстың өзектілігі осы электік курс 10-11 сыныптарға профильді дайындық, яғни математикалық бағыт таңдаған оқушыларға салдық есептер туралы мәлімет береді. Және алғашқы білім жүйесін дамыта отырып, жоғарғы оқу орындарына түсетін оқушыларға алғашқы дайындық қажеттілігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жалпы курс барысында тақырыпқа байланысты алынған білімді физика, биология, химия, география пәндерімен байланыстыратын кіріктірілген тақырыптарға есептер қарастырылады. Пәнаралық байланыстың маңыздылығы, өмірдің өзі математикалық есептерден тұратындығы бәрімізге мәлім. Дәл математика ойлау қабілеті күрделі жағдайларда стандарт емес әрекет етуге және көптеген нәрсені дәлелдеуге болатындығын түсінуді дамытуға мүмкіндік береді. Математика пайдасыз білімнің қоймасы ретінде емес, рационалды ойлау мектеп ретінде қажет. Мұғалімдердің алдына туындайтын мәселелерді шешудің бір жолы математиканы жаратылыстану пәндерімен интеграциялау болып табылады. Енді бұл жерде бұл бағдарламада тек қана
мен бір жалпы пәнмен ғана кіріктірдім. Жаңа физикамен, химиямен, биологиямен, географиямен, осы пәндермен және информатика пәндермен кіріктірдім. Сонда әр пәннің өзектілігі, осы тақырыпқа байланысты әр пәннің өзінің есептері қарастырылған. Оның соңында көптеген мысалдар бар. Және осы бағдарлама қазіргі кезде бірнеше мектептердің арасында пайдаланыста болып жатыр. Яғни қолданылып жатыр. Енді келесі сөзді өзімнің әріптесіме беремін.